Бүгін Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі Алматы хайуанаттар бағында пресс-тур өткізді. Онда журналистер жануарлардың қалай тамақтанатынын көріп, олардың қамқоршыларымен танысып қайтты. Армысыздар. Бүгін біз түсірілім тобымызбен Алматы қаласындағы хайуанаттар бағындамыз. Бүгін бұл саябақта арнайы пресс-тур өтті. Пресс-тур кезінде мамандар саябақ жөнінде, әртүрлі жануарлар жөнінде мардымды мағлұматтар беріп, тың ақпараттармен бөлісті. Миға тыныштық, жанға жылулық сыйлайтын саябаққа келушілермен арнайы сұхбаттасқанда болатынбыз. Алматы қаласында орналасқан хайуанаттар бағының жер көлемі 26,6 гектарға жуық. Мамандардың айтуынша саябаққа Евразия, Орталық Азия, Африка, Арктика сынды көптеген ірі мемлекеттерден аңдар әкелінген. Биылғы жылы бізде аңдардың саны түрі 362 түрі бар. 4900-ге жуық бас бар. Негізінен 7 бөлімге тұрады, бөлімнен бөлінеді. Олар жыртқыш құстар, экзотикалық құстар, приматтар бөлімі, тұяқтылар бөлімі, жыртқыш аңдар бөлімі. Аквариум және экзотариум 7-ге бөлінеді. Зоопаркте 273 адам жұмыс жасайды. Оның 70-тен пайызы олар жұмысшылар. Олар аңдарға қарайтын киперлер, құрылысшылар, құрылыс бөлімі бар, дворниктер, аула тазалағыштар. Айта кетейік, осы жылы саябаққа көптен күткен франциялық сусамырлар жеткізілген. Олар күніне 35-40 келі тамақпен қоректенеді. Былтыр аңдардың 21 түрінен 71 бас төл алынса, биыл осы айтылған 365 аңдардың 35-нен 97 төл алынған. Сонымен қатар хайуанаттар бағында 4 көлшік бар. Оларға биыл күзде арнайы су тазартатын қондырғылар орнатылған. Мамыр айының басында суға 3000-ға жуық майшабақ жіберілген. Олар 2 жылдың ішінде 35 сантиметрге дейін жететін болады. Салмақтары 500-700 грамм аралығында болмақ. Бұл майшабақтар ағаюларды, пеликандарды және жыртқыш құстарды қоректендіруге қолайлы болмақ. Саябаққа кіру құны ересектерге 800 теңге, 7-12 жас аралығындағы балаларға 300 теңге. Қазіргі уақытқа дейін саябаққа 750 мың адам келген. Келушілер қатарында туристер де жетерлік. Біз Ресей мемлекетінің азаматтарымыз. Біз Алматының әсем табиғаты мен оның үлкен хайуанаттар бағын көру үшін Дубай қаласынан келдік. Мен көптеген хайуанаттар бағында болдым. Бұл жер Ресейдегі саябақтарға ұқсайды. Сондай әдемі әрі үлкен. Алдағы уақытта тағда жануарлар түрін көбейтуге болады деп ойлаймын. Осы орайда тур ұйымдастырушыларға алғыс білдіреміз. Солардың арқасында саяхаттап, көрмеген ғажайыптарды көрудеміз. Біз Улуш Travel компаниясынан Қырғызстаннан келдік, Бишкек шаарынан туристтерменен бірге. Бұл зоопаркта біз бірінші жол емеспіз, ошондуктан біз бұл жақты жакшы эле билебиз. Биздин туристтерге анан бизге бұл зоопарк аябай жагат. Еске сала кетейік, бүгін саябақта қарбыз науқаны басталды. Енді саябаққа кірерде билет орнына дарбыз өткізіп, өзіңіз таңдаған жануарды қоректендіре аласыз. Науқан 10 қыркүйекке дейін жалғасады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына сабақтан алдым барлық балдар, қыздарымыз, мына зоопаркке келіп, тамашалап, көңілдерін көтеріп, енді Құдай қаласа 9 ай оқимыз деп, мына осы зоопарктен дер кезінде қанша жәндіктерді тамақтандырып, осыны қыста жауратпай, жазда ыстатпай, өстіп бағып отқан азаматшаларға мыңда бір рахмет. Біз Қызылорда қаласынан, осы Алматы қаласына қонаққа келген болатынбыз. Зообаққа келдік, өте керемет, ерекше жануарлар бар екен, біз көрмеген. Біз Шымкентте көргенбіз, баяқта жоқ жануарлар бар екен, бізге ұнады, әсіресе балаларға. Керемет, келулеріңізге кеңес беремін. Келесі жылдан бастап саябақта 4 гектар жер көлемін алатын ауқымды құрылыс жұмысы басталмақ. Жоба жоспары бойынша арнайы аңдарға арналған жылыжайлар мен ас дайындайтын бөлім салынбақ. Сметалық жобаның құжаттары аяқталса, жұмысшылар келесі жылдан бастап іске кіріспек. Шолпан Маратқызы, Асхат Мұсабеков, Алатау ақпараты.